Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өте күшті деген 5 опросник жайлы айтатын болам. Жоқ, 4 опросник жайлы айтатын болам. 4 опросник жайлы айтатын болам. Және де ол опросниктерден бір айда қанша ақша табуға болады примерно. Мен осы уақытқа дейін қанша ақша таптым, барлығын шынайы түрде айтамын. Сол себепті де осы видеоға лайк аямаңыздар, және де каналға әлі тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайкын басып, комментариясын жазып, қоңырау да басып қойыңыздар. Себебі сол қоңырау шамын басқан кезде менің видеоларымды ең бірінші болып көре аласыздар. Және де одан бөлек осы видеоны бітіргеннен кейін мен сіздерге қазір міне мынау 1 сағатта 2000 теңге деген видеоны және де 1 сағатта 2000 теңге деген видеоларды көріп шықсаңыздар болады. Себебі ол жерлерде де өте күшті ақша табу жолдары айтылған. Сол себепті осы видеоны біткеннен кейін тез сол жаққа барыңыздар. Ал енді қараңыздар, бірінші бізде менің ең сүйікті опросникім анкетка.ру. Бұл сіздер уже мысалы сіздер анкетка.ру жайлы өздеріңіз келмейтін болса видеоны өткізіп жіберсеңіздер болады. Себебі 4 опросникті мен қанша шығарғанын барлығын көрсетіп беремін. Мысалы анкетка.руды көрмесеңіз, сәл өткізсеңіз, одан кейінгі опросник шығады. Одан кейін сәл өткізсеңіз, одан кейінгі опросник шығады. Сол себепті де смело көре берсеңіздер болады. Қараңыздар, анкетка.ру. Неге анкетка.ру? Себебі анкетка.рудан мен осы уақытқа дейін ең көп ақша шығардым. Комментарияда, закрепленный комментарияда барлығы опросниктің ссылкалары тұрады. Дәл қазір міне бізде анкетка.ру ашылды. Менде де 905 рублей бар. Ал сіздерде бұл жерде 0 болады, және де кішігірім опростар болады. Сол опростарды орындап сіздер ең бірінші ақшаларыңызды таба аласыздар. Одан бөлек ең бірінші шақырған 30 досыңызға әрқайсысына 15 рубльдан береді. Ал 30-дан досыңыз асқан кезде уже ешқайсысына ақша төлемейді. Дәл қазір бұл жерде қалай ақша шығаруға болады? Просто обналичить деген басасыздар. Одан кейін бұл жерде минимальный сумма шығаруға болатын 1000 рублей. Банковская карта, Kiwi, және де барлығына басқа жақтардың бәрі фондтар. Ол фондтарға фондтарға ақша бөлмейміз. Өзімізге ақша керек. Сол себепті біз Kiwi мен MasterCard Visa-ға шығарамыз. MasterCard Visa-ға, Kiwi-ға ешқандай комиссия ұстамайды, шығарып береді мен бұл жерден. Және де бұл жерде мен шынымды айтсам уже 7-8 ай болып қалды. Одан көп болмаса, одан аз болмады. Себебі ең басында шыққан видеоларын көрсеңіздер болады. Сол жақтан мен анкетка.ру жайлы түсірген болатынмын, және де қанша ақша шығарғанымды полный көрсетемін. Дәл қазір менде доступный опрос жоқ. Осы жерден өздеріңіздің ваша ссылка деген жерден реферальный ссылкаларыңызды ала аласыздар. Бұл жайлы жалпы осы опростар шыққанда орындайсыздар. Дұрыс емес опросқа 20 рубль береді, дұрыс опросқа 80-100 рубльға дейін ақша береді. Ал басында сіздерді ең бірінші сіздер қандай адам екендеріңізді білу үшін әрқайсысы бір 5-6 опрос болады, әрқайсысына 50 теңгеден төлейді. Мен бұл жерден қанша ақша шығардым енді? Бұл жерден мен 4-ші, яғни осы 5-ші шығарайын деп жатырмын, 5-ші рет шығарайын деп жатырмын. Әр шығарғанда 1000 рубльдан мен 4 рет шығарғам, яғни 4000 рубль шығарғам осы уақытқа дейін. 4000 рубль, мысалы 5-9-ға 23000 теңге. Осыны шығаратын болсам, почти 30000 теңге болады. Осы жерден, бұл жерде бір минусы, менде қазір история көрсетейін десем, история көрінбейді. История іздеп көрдім, мен ешқандай көрінбейді, бірақ менің видеоларымның арасында шығарып көрсеткенім бар. Қателеспесем, ең бірінші рет шығарып жатқан кезде мен көрсеткен болатынмын қалай шығарғанымды. Ал одан кейін бізде екінші қалайсың деген опросник. Көп адамдар әлі де түсінбей жазады маған. Бағана жаңа бір коммент оқыдым, 500 теңге шығардым деген адам бар ма дейді. Бұл жерден 500 теңге шығармайсыз. Бұл жерге тіркелдіңіз, екінші күні уже 2000 теңге шығарып ала аласыздар. Қарасаңыздар, менде дәл қазір бір рет 2050 теңге, бір рет 2700 теңге шығарам. Бірақ шынымды айтайын, мен 2300 теңге, бұл жерде примерно 2300 теңге мен дос шақырып жинадым. Ал 2400 теңге мен шынайы опростардан жинадым. Бұл жерде ең үлкен плюсы, сіз опрос дұрыс орындамадыңыз деп шықпайды сізге. Мысалы, қазір маған 200 теңге берем деп бір опрос тұрма, басам 13 сұраққа жауап берем, сразу 200 теңгемді береді. Ол сіз дұрыс орындамадыңыз деп аз беру деген жоқ. Және де бұл жерде мен тіркелгеніме примерно 4 күн болды, және де әр күн сайын менде бір опрос пайда болады, немесе 2 опрос пайда болады. Бірақ сіз әлі тіркелмеген болсаңыз, ең бірінші тіркеліп жатсаңыз, қорықпасаңыз болады, сізге примерно 1700-1800 теңгеге уже 10 шақты опрос тұрады. Яғни сіз тіркелген кезде тіркелесіз, сразу 1800 теңгедей таба аласыз. Мен тіркелген күні 13-14 опрос орындап 1900 теңге таптым. Ертесіне 300 теңгеге бір опрос келді. Мектепке дайындық деген сіздерге де келу керек, себебі
Бұл жерде бір адамға шыққан опрос барлығына шығады деп ойлаймын. Мен де сондай сияқты. Себебі мен басқа телефонмен де істеп көрдім. Дәл менің телефонымда шығып тұрған опростар ол телефонда да шығып тұр. Және де шынымды айтайын, мен жанындағы дос баланыкімен тағы да 2000 теңге шығарып алдым. Себебі бұл жерде шынымен де опростар көп. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Үйдегі жақындарыңыздың телефондарымен осы жерде опрос орындап шығарып алсаңыздар болады. Бірақ бір минусы бар бұл жерде. Сіз верификациядан өту керексіз. Ақша шығару үшін сіз міндетті түрде верификациядан өту керексіз. Верификация деген не? Сіз просто удостоверениеңіздің алды-артын и селфи жасап өзіңіздің түріңізді жібересіз. Сол кезде ғана бұл жерден ақша шығара аласыз. Ал одан кейін үшінші орында бізде экспертное мнение. Экспертный мнениені кім біледі? Бұл жерде қазір менде онша көп емес ақша. Қателеспесем, дәл қазір менде көргендеріңізде бір опрос бар, 30 минут деп жазған, бірақ 30 минут алмайды ол опростар. Максимум 15 минут, 20 минут алады. Және де 45 рубльға. 45 рубль деген қанша теңге? $265 теңге. Яғни сіз бір опрос 265 теңгеге орындайсыз. Менде қазір бір опрос тұр. Және де менің балансымда 95, то есть 95 рубль бар. Бұл жерде минимальный шығаруға болатын балл, қателеспесем, 500 рубль. 500 рубль. Және де көргендеріңізде мен 10 балл ешқандай опростан маған толық ақша бермеген. Сол себепті де бұл менде 3-ші орында. Қараңыздар, минусы. Маған қазір 45 рубль берем деп тұр. Бірақ 45 рубльді дұрыс орындамасаңыздар бермейді. Дұрыс орындамасаңыздар 10 рубль береді. Немесе 5 рубль береді. Ал опросты шынымен толығымен дұрыс орындап шықсаңыздар 45 рубльдің бәрін береді. Бірақ маған әлі 45 рубль бермеді. Одан кейін бар моя мнение 4-ші орында. Неге бұл 4-ші орында? Себебі бұл жерден біз ақша шығарамаймыз. Жинаған балымызға тек сыйлық қана аламыз. Қалай сыйлық аламыз десеңіздер, қазір түсіндіретін боламын. Яғни бізге опрос келеді. Опросты орындаймыз. Мені қарасаңыздар, менде 481 рубль бар. Яғни 481 бонус бар. Және де менде 2 опрос тұр. Мини опрос 5 бонусқа и нормальный опрос 30 бонусқа. Яғни мен екеуін орындасам 35 бонус алам. Ал бұл жерде бұл бонустарды қалай құртамыз десеңіздер, ақша қылып шығарамасақ, бұл жерде сол бонустарға сыйлық аласыздар. Қараңыздар, қазір мен смотреть все призы деп басам. Қазір бізге қандай сыйлық алатынымыз көрсетеді. Мені көргендеріңізде мини ручка 500 бонусқа, стикер для заметок деген тоже 500 бонусқа, хомуты там осындай 500 бонусқа осындай мен сыйлықтарды ала аламын. Менде қазір 481 бонус, сол себептен мен әзірге ала алмаймын. Игрушка для кошки деп тұр, ішінде мышығы бар. Ойындар, және де iPhone камерасына защита, ручкалар әртүрлі. Және де бұлар ештеңе емес. Қазір ең мықты деген сыйлықтар бұл жерде. Қазір көрсетемін сіздерге. Бірақ бонус жинау өте қиын. Бұл жерде шыны керек, опрос өте аз болады. Ең көп болатын анкетка.ру мен қалайсың деген опросник сияқты. Мен ойымша қазір көргендеріңізде мені 166.650 бонус жинасаңыздар, сіздер Galaxy Ultra 5G там бірдеңе соткаласыздар, короче. Ал смартфон Apple 12 Pro Max, яғни 146.000 бонус жинасаңыздар, сіздер iPhone 12 Pro Max аласыздар. iPhone 11 Pro Max, ноутбук, Asus. Короче, кез келген сыйлықтар аласыздар. GoPro Action камера. Мені осындай сыйлықтарды сіздер аласыздар. Бонустар жинап, опростарға жауап беріп отырып, осындай сыйлықтар бұл жерде алуға болады. Менде 481 бонус бар. Ал енді қараңыздар. Видеоны көргендеріңіз үшін шынымен де рахмет. Енді осы жерде тағы да 2 видео тұр. Сол 2 видеоның біреуін көрсеңіздер болады. Ол жерде де өте жақсы ақша табу жолдары бар. Қазір мені шығып тұр 2 видео жанында. Сол 2 видеоны обязательно көріңіздер.